пайғамбар хадисінде айтады ғой, екі амал бар дейді, адам өзі білмейді дейді, бірақ ағашты от қалай жоқ қылып қояды дейді жеп, дәл солай амалдардың бәрін жоқ қылып жібереді. Қияметте ол Алланың алдында дымсыз тіріледі дейді. Оның біріншісі ғайбат дейді, екіншісі көре алмаушылық дейді. Іші жарылып, көре алмай, қиналып, жаңағы пайғамбар хадисінде де айтады ғой, адамдар Алланың бергеніне дұшпандық қылатын кісілер бар дейді да. Сахабалар сөйтіп, я Расулалла, қалай Құдай берген нәрсеге қалай дұшпандық қылады деген кезде, көре алмай дұшпандық қылады деп айтады дейді. Алла біреуге бір бақ берсе дейді, оны көре алмай дұшпандық қылады дейді олар. Ол адамға дұшпандық қылып жатқан жоқ, бақ берушіге дұшпандық қылып жатыр дейді да, Аллаға дұшпандық қылып жатыр дейді. Сондықтан бұның бәрі ауру ғой. Алланы әділетсіздікпен айыптап тұр ғой. Иә. Неге оған берді деген сияқты. Неге ана іштегі ыза ғой, жек көрушілік кәдімгі көзінен көріп тұрасың кейбір адамдардың ше. Сені жек көріп тұрғанын көзінен көріп тұрасың. Ол Алланың әділдігі емес па деймін да. Ол жерде бір хикмет бар, даналық бар.